Якып кубанатына келип турмун. Balamız 16'ga indi koştu. Zaman bir ay jattı. Bir ay jattı çıkarıp verdi. Takında. Çıkarıp verdi. Yegip yürüğünün üstüne yok. Başkan üstüne yok. Karatıp atırmız doğruğa. Bir ayga yürüğü çıkarıp verdi. Endi bostanlığa çıkarıp sırayın sizleri. Bir ay çıkarıp vergenimin onu hali senbeyimiz uykumuz kalmaydı. Uykumuz yok gündüzdünüz. Balamızın herkesi gene var şükür. Nemirenin çeşisi çok. Ajasıp gitkin. Yetim bala. Bostanlığa kaşığını sırayımız oğlum. Үйден алып кеткен, біздің үйден алып кеткен, әкеткенде қалаға жеткенше тек білем сабаған оны. Осы жерге келгеннен кейін мылтықпен ұрған, басын жарып тастаған. Енді апарып доғдырға қаратып жатырмыз, миы шайқалған деп жатыр. Миы шайқалған дұрыс қарап тұрсаңдар болмайды дейді. Оның шығымын, оның моральдық шығымын кім өтейді бізге? Біз өзіміз анжақтан келдік, арғы беттен келдік, бұл жерге келіп әрең күнімізді көріп отырмыз. Оны қаратып, бүйтіп немеде бұл шамамызда жоқ. Қалай күн көреміз? Әкесі жұмыста, әкесі келе алмады, мен келдім. Енді осы баланы бостандыққа шығаруын сұраймыз сіздерден. Басқа нем жоқ. Түсірдің ба? Я мен өзім аты жөнім қалай алдым. Маскаңыз түсірген. Баламның аты жөні Қуан Яқып. 16 жасқа енді толды, 2005-тікі. Со ана дүрбелеңде кіріп кеткен бар. Сабақтастармен еріп барып кіріп кеткен. Содан бір ай жатты, бір ай жатып шығарды. Үйге бір ай қамауға шығарды. Үй қамаққа шығарды. Ауыр болып шықты. Басым ауырады дейді, басы зақымдалған дейді, тексерсек. Қабырғасын зақымдаған. Әбден ұрып соғып. Үйден алып кеткен, үйден алып осы қалаға жеткенше тек білеген алып кеткендер. Қалаға келген және соққан, мылтықпен басына соққан. Сонымен ауыр болып жатыр үйде. Қаратып жатырмыз. Аты жөні? Аты жөні Яқып. Қуан Яқып. Қытайдың қай жерінен? Санжы облысы, Жемсар ауданы. Қазір енді үй қамақта, е? Қазір бір ай үй қамақта. Бір ай толғаннан кейін. Тергеу жүріп жатыр. Иә, бір ай толғаннан кейін білмейміз не болатынын. Тағылған айыбы? Тағылған айыбы сол 291-дің 4-ші бабы. Не деген? Қару алған деген ғой сол. Анау әлгі жас балаларды ұрып соғып апарып қолына қару берді. Сол қару таратқан ғой. Сол қаруынан біреу алған, бірақ атпаған, ешкімге ештеме қылмаған, үйге апарып қойып қойды. Үйге апарып қойып қойды, оны біз білмеппіз. Әкеп беретін едік білсек. Үйге апарып өзі сөңке болса қойып қойған, оны әкеп беремін десе, ол кезде 3 күн жұмыс жасамаған ғой. 3 күнге хабарласа алмайсыз. Соны берген адамдар тани ала ма бұлай? Келесі жолы бұлай? Берген адам өзінің бір сабақтас баласы екен, ол екеу алып шығып, оған кім бергенін білмеймін. Сабақтас баласы екеу алып шығып, біздің балаға біреуін берген. Анау не болып жатқан кезде, шеру болып жатқан. Иә, сол шеру болып жатқанда ғой. Түнде сағат 2:30-да деді ма? Олардың қолына, ана баланың қолына кім бергенін? Оны білмейді екен оны. Сақалдылар жүрді, таратып жүрді дейді, білмеймін оны. Бет аузын бүркегендер жүрді деді оны. Қолдарына таратып берді, жас балалар. Иә, таратып берді. Сосын апарып қинаған бір ай. Ауыр болып қалды енді, күндіз-түні ұйқымыз жоқ. Денсаулығын қараттыңыздар ма? Қаратып жатырмыз, басы зақымдалған деп жатыр ғой. Басы зақымдалған дейді.